осы жасанды интеллект боттарын жасағанда алғашқы клиентті табу қиын. Сол ең алғашқы клиент табудың ең тиімді жолын сізге айтып кетейін. Бірінші қадам ол код жазбай ақ жұмыс істейтін платформалардың негіздерін үйрену. Мысалы N8N платформасына келсек, ютубта жасанды интеллект агенттерін құру туралы көптеген тегін сабақтарым бар. Ютубтан Азат Ержан деп іздесеңіз шығады. Келесі қадам ол мүмкіндігінше көп бизнеске хат жазу. Бірақ көпшіліктің жіберетін бір қатесін қайталамаңыз. Бірден бірдеңе сатуға тырыспаңыз. Оның орнына олар үшін пайдалы нәрсе ұсыныңыз. Мысалы, жасанды интеллект арқылы тегін аудит жасап беріңіз. Бұл жерде сіз олардың бизнесіндегі автоматтандыруға болатын қиындықтарды анықтап, оны қалай түзетуге болатыны жайлы есеп бересіз. Қиындықтарды анықтаған соң, енді сол автоматтандыруды жасап беру қызметін ұсына аласыз. Бірақ бір кеңес, егер сіз жаңадан бастаушы болсаңыз, бұл автоматтандыруды қалай жасау керектігін білмейтін боларсыз. Осы кезде сіз үлкен жеңілдік ұсынып, бұл сіздің алғашқы тәжірибеңіз екенін айтып, оның орнына пікір мен ұсыныс сұрай аласыз. Осылайша портфолио жинайсыз. Сіз бұл жұмысты аяқтаған соң, клиент сізге басқа мәселемен қайта оралуы мүмкін. Ол кезде сіз өзіңіздің алғашқы ақылы клиентіңізді аласыз. Осы процесті қайталай бересіз, сол кезде сіздің біліміңіз де клиенттеріңіз де көбейе береді.